саламатсыздар. Өңірдің өзекті оқиғалары мен ел назарындағы жаңалықтар Алатау арайы, Агни Алатау және Алатау Ньюс ақпарат алаңдарында кеңінен көрініс тауып келеді. Алдағы минуттарда сол ақпараттарға шолу жасаймыз. Облыс әкімі жұмыс сапарымен Кеген ауданына барды. Бірқатар әлеуметтік нысанға ат басын бұрған аймақ басшысы туризмге қатысты жобаларды жеделдетуді тапсырды. Марат Елеусізұлының аспантаулар аясындағы сапарына қатысты мақаланы меншікті тілшіміз Дәурен Әбутәліпов газетіміздің 9 маусымдағы санында кеңінен тоқталды. Облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев Азиялық орман ынтымақтастығы ұйымының атқарушы директоры Пак Чон Хомен кездесті. Басқосуда тұрақты орман пайдалану, орманды қалпына келтіру және технологиялар трансферті саласындағы ынтымақтастықтың перспективалары, өзара іс-қимыл мәселелері талқыланды. Аймақаралық ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған маңызды құжатқа қол қойылды. Қытайдың Цзяньзу провинциясы партия комитетінің хатшысы Син Чансин бастаған делегациямен кездескен облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық байланыстарды дамыту мәселелерін саралады. Маңызды келісім туралы газетіміздің 11 маусымдағы санынан толық оқи аласыздар. Құқықтық мемлекет құру үшін заң мен тәртіп қағидасы бәрімізге ортақ және маңызды құндылық ретінде қабылдау қажет. Талғар ауданында жасөспірімдермен жүргізілген профилактикалық шараға қатысқан тілшіміз Құтмағанбет Қонысбай рейдтегі іс пен нәтиже туралы ой толғады. Әлемдегі және аймақтағы спорттық жаңалықтарды жария ететін Дода спорт беті де осы аптада оқырман назарына ұсынылды. Өзге де танымдық және сараптамалық мақалаларды апталық санымыздан парақтай аласыздар. Казахстан обладает значительными запасами вольфрама, что делает страну привлекательной для международных инвесторов в горнодобывающей отрасли. Исторический отрывок в развитии этого сегмента отечественной экономики сделала Алматинская область, запустив в регионе производство вольфрама. Отрасль возродили в том числе и с помощью иностранных инвестиций, а стране удалось укрепить свои позиции на мировом рынке редкоземельных металлов. Глава области посетил Черный каньон, расположенный вдоль дороги, ведущей к Кольцайским озерам. Здесь инвесторы намерены реализовать новый туристический проект. В ущелье планируется построить стеклянный мост длиной 170 метров. Кроме того, на территории площадью 5 гектаров должны появиться современные гостиницы, рестораны и шатровый городок. Он отметил, что каждый проект, направленный на развитие туризма, должен реализовываться своевременно и качественно. Ход работ находится на постоянном контроле. О комплексном развитии Раимбекского района, реализации программы «Таза Казахстан», о брифингах на площадке региональной службы коммуникации и о многом другом читайте в 60-м номере газеты «Агни Алатау». Соңғы 4 жылда Алматы облысы еліміздегі ең қарқынды дамып келе жатқан өңірлердің біріне айналды. Өнеркәсіп, логистика, энергетика және агроөнеркәсіп салаларына ауқымды инвестициялар тартылып, аймақ біртіндеп Қазақстанның жаңа индустриялық хабына айналып келеді. Өңірде инвестиция тартумен қатар оларды нақты жобаларға айналдыру жұмыстары да қарқынды жүргізілуде. Бүгінде Алматы облысында жалпы құны 402,2 миллиард теңгені құрайтын 14 ірі инвестициялық жоба іске асырылды. Нәтижесінде жаңа өндірістер ашылып, жүздеген жұмыс орны құрылды. Облыс әкімдігі инвестиция тартудың басты мақсаты жаңа өндірістер ашу ғана емес, тұрғындардың өмір сапасын жақсарту екенін атап өтті. Алматы облысы мен Таиланд корольдігі арасындағы сауда-экономикалық және туристік ынтымақтастықты кеңейту бағытындағы жұмыстар қарқын алуда. Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Таиланд корольдігінің Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісімен кездесті. Добрый день, уважаемая госпожа Пиан Бин Ньон Рерц. Очень приятно вас видеть. Позвольте искренне приветствовать вас в Алматинской области. Кездесу барысында тараптар туризм, өңдеу өнеркәсібі, тамақ өндірісі, цифрлық технологиялар және құрылыс саласындағы ынтымақтастықты дамыту мүмкіндіктерін талқылады. Тараптардың пікірінше, мұндай кездесулер екі ел арасындағы сауда-экономикалық байланысты нығайтып қана қоймай, инвестиция тарту, туризмді дамыту және жаңа бірлескен жобаларды іске асыру үшін тың мүмкіндіктер ашады. Өңір тынысын бірге тарқатып, маңызды жаңалықтарды бірге сараладық. Агни Алатау, Алатау арайы басылымдарына жазылып,
Ресми сайттарымыз бен әлеуметтік желідегі парақшаларымызды тұрақты қарап отырыңыздар. Пікірлеріңіз бен ұсыныстарыңызды жолдауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.